Сәлем алейкум, урметлі серджелер. Бу UATV біз сізлерге Украина қында тариф етеміз бүгін апрелінің 25-ші салы күні. Илері әрекетінің етекчісі Эммануэль Макрон Франкистанда президент сайлауларының бірінші басымағында ғалебе қазанды. Рейлерінің 24.1 файызыны қазанды. Нәтижелері мемлекетінің іч ішлер нәзерлігі тарафындан ашкар етілді. Екінші басымақта о Марин Ле Пен еле көрішежек. Она френклерінің 21.3 файызы қол тұтты. Сайлайжыларының қошылығы 77.77 файызны тешкілетті. Ичтимаи соравларының нәтижелері екінші басымақта Макронның ғалебесіні тахмин еті. Екінші тур майысының едісінде кечірілежек. New York Times араштырмасына көре Макрон бұйық шәрлерді ве иқтисади жеттен инкишаф еткен регионларда біріншілікні қазанды. Шу вақытта милли жебе етікчісі Марин Ле Пен ішсізлік севиесі юксек айлықларының севиесі есе алчақ олған регионларда ғалебе қазанған екен. Бұл регионларда чықышта бұлынып, көчівні тоқтатмаға ве Авропа бірлігі еле мұнасебетлерінің ғайрыдан бақып чықмаға ваде еткен еді. Америка Қошма Штатлары апрелінің дортунде юз берген химик уджумы üçün Сүрияның 271 алимыне қаршы жазаларыны кірсетті. Жедвелде Сүрияның ilmi араштырма мерkezінің хадимлері бар. Вашингтонның фикріне көре мұнда зарин япылған еді. Ақ Евның малюматына көре, бұл мадені үкіметінің силалы құветлері Идлиб вилиетіндегі Хан Шейхун шерінде химик уджумыны кечірмек үшін құланған еді. Америка Қошма Штатларының денізалты қайығы Женеби Кореяның сейплеріне келіп етті. Мичиган тамагавк ракеталарының селандырылған қайық Карл Винсен аваташы жесі башында олған уджум группасына қошылмалы. Америка Қошма Штатлары бұлынуының артырылмасына кечірілген топ талиматларына Шимали Корея тарафындан ракета ве озек сынавларының қошыла білежігі елем бағылы шубе себеп олғандар. Бөлеже Шимали Корея ордусының 85 елығаны қайд әте білежектір. Санке сонке автолары Пехнян ве Вашингтон біріне қаршы кескін қабатларыны білдірмектелер. Шимали Корея Америка Қошма Штатлары тарафындан ола білежек озек уджымыне жевап бережегіні білдірген еді. Дональд Трамп ознев бетінде Корея Халық Демократик Жұмхуриеті еле меселені ниет алет меге сөз бергендір. Қырым ішғалінің 3 елі девамында 44 инсан белгісіз йөнелешке ғайып олды. Тафсилатлы же мұхберлер тарифетер. Киевде Русия елчіханесі үгінде туманлы яр. Учде ресім ішғал етірген Қырымда айырым машинасының ішіні тімсілеті. Инсанларны учурмаға атқан механизмдір. Олар белгісіз ғайып ола. İnsanlar ғайып ола, аписханелерге түші. Енілмез бір учурумдыр. Қырымда Русия әрекетлері жазасыз қалғаны көстермек ниетіндеміз. Не язық ки, дүния тек дипломатик білдірувлеріні еті біле. Насылдыр малюматның белі олмағанына қадар чықажақмыз. РА 25-де фальжилер Эрвин Веда 18 ғайып олған Қырымлы қайда кибесу алинен Русия елчіханесіне келе. Бұл сефер адларыны ташлар үстіне язғанлар. Сойсоплары ичун белгісізлік юкунын тімсәлі оларақ олардан бір оба тезгеллер. Қырымда бірі-біріні артындан açılған саяси ішлерінің тімсәлідір. Русия елчіханесі янында тесадуфен топлашмаймыз. Тәжавузжу мемлекетке басқа етмеге істейміз. Весемерлі тақиқатларының кечерілме кереклігіні қатырлатмақ ниетіндеміз. Улюме қанунсыз қараларда қабатлы шақыслар жазаларына көрмелі. Қырым ішғалінің 3 елі девамында 44 инсан белгісіз йөнелешке ғайып олды. Эсасен Қырым татарлардыр. Чоқысы алларда бұл женетлерге Русия дәлет органларының алақасы бар олғаныны таздықлаған дәлелер беле ола, деп қайдеті Тамила Ташева. 17 людей 44 инсандан 17-сі тапылды. Ғайып олуындан сон 2 инсанны аписханелерде тапқаны ділер Костенко ве Выговскийны. Да 6-сы жансыз алды тапылды. Ғайып олғанлардан чықысы Қырым татарлардыр. Бесебелі ке, бұл Қырым татар жемиетіні йоқ етмек үшін япылған ішғалжы акимиетінің әрекетлерідір. Шу сырада БМТ халқара махкемесі Қырым татарларға бағысқы етілмесіні таный. Қырымда инсанларының ғайып олуы бойынша ішлерінің малюматыны фальжилер
Женевадагы БМТ махсус иш группасына юлайжа хула. Бундан да гайры окуу коруучулар халкара ташкилатларга да соравларыны юллай. Гайып олууларынын такыкаты кечирилсин деп Русия Федерациясына баскы этмеге чыгаралар. Ишке аяқ машинанен Киевде эки көпчеклі клиентны севгенлер үшін адети акция кечерілді. Мақсады шер бойынша әрекет етувнын вастасы олған аяқ машинанын рағбетлештіру выдыр. Юзлерде инсан иштирак етті. Бұнын еле сақлық сақлав назиры Ульяна Супрун ве Киев шер башы Виталий Кличко да акцияға қошылдылар. Шер башы пайтақта аяқ машина әрекетінің нәтижелері ве истихбали ақында икее етті. Вазифемыз Киевны аяқ машиналар ile юргенлер üçün. Он айтлы этмектен ибареттір. Бүгін саба 35 километрны кечтім. Эминім, аяқ машина әрекетімізге қошылған әркес пек мемнул қалыр. Бұнын ile біз жемаат нақлеті ве аяқ машиналар үшін әрекет уялықларыны бірлештірмек имкенетіне бақамыз. Алына білежек бір Авропа нөміне сыдыр. Украинаны Полониянен яны маршрут бағлайжақ. Ковел ягадин холым трені бусене майыс-июнь айларында юрмеге башлайжақ. Бұны Укрзалезницаның Львив Демир Йолу региональ бөлігінде білдірелер. Трен эки вагондан ибарет олажақтыр. Ичене 180 эки йолжы сыға білежек. Йол аман-аман эки саатны алажақтыр. Билет фияты 5-6 долларны тешкілетежек. Бұның еле сыныр незареті трен әрекеті вақтанда кечірілежектір. Украин алий оқу йортларында оқуған четел студентлері мечбури тыл имтианыны бережек. Бұқта тасил назерлігінде білдірелер. Мұстақыл сынавны бірінші оқу елы сонында кечірежеклер. Ве оның берілмесі екінші курсқа кечівнің шарты олажақ. Четел студентлерінің огренген тілі бойынша білгелеріні сынайжақлар. Украин, инглис, яда рус тілі бойынша. Университетлерге 2018 сенесі ноябрь айындан сон кірежек студентлерінің білгелері тешкережеклер. Бұдақығада біз сізлерінен сақлықлашамызда да чоқ хаберлерінің Укринформ сайтында оқи білесіңіз. UATV-лі қалыңыз, сақлықнен қалыңыз.